Біздің өзімізді қоршаған табиғаттың әдемілігі мен сан алуандығын күн сайын көруге бойымыз үйреніп кеткен. Ол жануарлар мен өсімдіктердің миллиондаған түрін тудырды. Дегенмен осылардың біразына қауіп төніп тұр. Олардың жер бетінен жоғалып кетуі әбден мүмкін. Мұндай үрдіс бұрын да болған. Соңғы 500 жылда біз өсімдіктер мен жануарлар әлеміндегі 850 түрден айырылдық. Ал қызыл кітап сирек кездесетін түрлердің жоғалып кету мәселелеріне назар аударту үшін жасалынған. Ол алғаш рет 1948 жылы табиғатты және табиғи ресурстарды қорғау халықаралық одағы құрылған кезде пайда болды. Бүгінде қызыл кітапты осы ұйым шығарады. Неге оны қызыл деп атаған? Бұл түс тоқта, жойма деген мағынаны білдіреді. Қызыл түс қауіп қатер таңбасы. Бағдаршамның тыйым салу жарығының қызыл болуы тегін емес. Көрдің бе? Тоқта. Шындығында бұл кітапты қызыл емес, түрлі түсті деп атау қажет еді. Оның парақтары қара, қызыл, сары, жасыл, сан алуан түсті. Бұл да әдемілік үшін жасалынбаған. Қара беттерде жойылып кеткен түрлер тізімі беріледі. Мысалы, енді ғаламшарымызда теңіз сиыры жоқ, оны 2,5 ғасыр бұрын жоғалтып алдық. Қызыл беттерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі беріледі. Ғалымдардың болжамы бойынша жуық арада ілбіс немесе қар барысы секілді жануарлар әлемінің бір өкілін жоғалтып алу қаупінде тұрмыз. Биік тауларды мекен ететін осы бір әдемі жануарды тірі табиғатта кездестіру мүмкін емес. Олардың қалған санын ешкім білмейді. Браконьерлерді оның әдемі терісі қызықтырады. Уссури жолбарысы да жойылу қаупі алдында. Олардың бар әлемдегі саны 6 мыңдай ғана. Оны аулауға тыйым салынған. Қытайда уссури жолбарысын өлтірген браконьерге өлім жазасы кесіледі. Қызыл кітаптың сары беттерінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімі берілген. Мысалы, ақ аюлар немесе қоқиғаздар. Ақ беттерінде қашанда саны аз болып келген жануарлар тізімі берілген. Мысалы, көк кит. Сұр беттерінде зерттелмеген, тіршілік ету ортасына қол жеткізілмеген түрлер тізімі. Оған орасан зор жылан, анаконда жатады. Осы бір қауіпті бауырымен жорғалаушы да қызыл кітапқа енгізілген. Қызыл кітапта жасыл беттер де бар. Бұл ғалымдар мен жабайы табиғатты қорғаушылардың мақтанышы мен үлкен жеңісі. Онда жойылып кету қаупінен аман қалған түрлер енгізілген. Мысалы, құндыз. Қызыл кітап дүркін-дүркін қайта басылып отырады. Оған жаңа түрлер енгізіліп, ал бұрын енгізілгендері бір беттен екіншісіне ауысуы мүмкін. Мысалы, сарыдан қызылға ауысатындар саны жылдам төмендеді. Немесе керісінше, қалпына келтіруге мүмкіндік болғандар. Жасылға ауысатындар саны артты. Халықаралық қызыл кітаптың соңғы нұсқасына сүтқоректілердің 305 түрі мен тұқымдасы, 258 құс, 98 бауырымен жорғалаушы, 40 қос мекенді, балықтардың 193 түрі мен тұқымдасы енгізілген. Жануарлар неліктен жойылады? Себеп көп, бірақ оның көбі адам әрекетімен байланысты. Біріншіден, сирек кездесетін аңдар мен құстарды браконьерлер құртады. Екіншіден, тіршілік ету ортасы өзгереді. Ормандар оталып, өзендер мен көлдер құрғатылады, немесе су қоймасы жасалады. Жануарлар мен құстар жаңа орта іздей бастайды, бірақ бәріне қолайлы орта табылуы неғайбыл. Адамның ауыл шаруашылық іс-әрекеті нәтижесінде де нұқсан келіп жатады. Зиянкестерге қолданылатын әртүрлі тыңайтқыштар мен құралдар, жәндіктер мен жануарларға шығарылған өлім үкімі іспеттес. Тағы бір фактор, ластанған қоршаған орта, өндірістік қалдық сулар су қоймадағы балықтар мен балдырларды жоюда, қоқыс тастайтын жерлер тіршілік ортасын жарамсыз жерге айналдыруда. Мұнайдың төгілуі секілді ірі апаттар қоршаған ортаға үлкен зардабын тигізуде. Әрбір елдің экология, қоршаған орта және бағалы түрлерді сақтау жөніндегі өзі шығаратын қызыл кітабы болады. Қазақстанның өз қызыл кітабы бар. Оған 40 сүтқоректі, ілбістер, тянь-шань қоңыр аюлары, сабаншылар, қызыл қасқырлар, құстың 57 түрі, мысалы қоқиғаз, бір қазанның 2 түрі, қортық бүркіт, қарақұс. 10 бауырымен жорғалаушы, сұр шұбар кесірткелер, сары бауыр қара шұбар жыландар, 3 қос мекенді, жетісулық бақатыз, орта азиялық бақа, донатин құрбақасы және балықтың 18 түрі енгізілген. Өсімдіктер тізіміне 50-ден астам түрі енгізілген. Аққайың,
Батпақ қазанағы, пісте, таушымылдық, қызғалдақтың сирек кездесетін түрлері. Қазақстанда бүкіл әлемде қызыл кітапқа енгізілген түрлер ерекше қорғауда болады. Сирек кездесетін жануарларды аулауға тыйым салынған, браконьерлерге қолданылатын жаза қатаң. Мысалы, қар барысын өлтіру әрекетіне салынатын айыппұл көлемі 3,5 миллион теңгеден асады. Сирек кездесетін түрлерді не үшін сақтау керек? Жоғалып кетсе де жаңа түр пайда болады ғой. Алайда жердегі тіршіліктің өзі, мұның ішінде адам да бар. Онда қандай жануарлар мен өсімдіктердің бар екендігіне тығыз байланысты. Оның бірінен айырылсақ, екіншісі қауіпке душар болады. Әрине, біздің ғаламшарымыз мұндай ғажап болмас еді, егер ондағы тіршілік иелері сан алуандығымен ерекшеленбесе. Тым болмағанда күн сайын қоршаған ортамыздың осындай әсемдігіне бөлену үшін де қай түрді болса да сақтап қалу керек. Өсімдіктер мен жануарлардың сандық мөлшерінің азаюына байланысты адамдар оларды қалай сақтап қорғау керектігі туралы ойлана бастады. Ең бірінші кезекте олар қандай жануарлар мен өсімдіктер мұқтаж, қандай қорғауға мұқтаж екендері, қандайлары сирек кездесетіні туралы анықтауы керек еді. Осы мақсатта жануарларды қорғау мақсатында дүниежүзі ғалымдары комиссия құрды. Бұл күрделі жұмыс 1963 жылы аяқталды. Кейіннен сирек және жойылып бара жатырған жануарлардың тізімі жарық көрді, ал ол қызыл кітап деп аталды. Қазіргі кезде дүниежүзінің барлық елдерінде қызыл кітап жарық көрген. Қазақстанда бірінші қызыл кітап 1978 жылы басылып шықты. Оған жануарлардың 87 түрі енді. Құстардан 56 түрі, жорғалаушылардан 10 түрі және қосмекенділердің 3 түрі сирек кездеседі. Балықтардың арасында 16-сы қызыл кітапқа енді. Сырдария, Каспий кіресі, Арал және Каспий албырты, бекіре, шортан тәрізі, ақмарқа, шу, сүйірқанаты, іле, шармай балығы және тағы басқа. Өсімдіктердің азаюына байланысты кейбір түрлерін өте сирек кездесеміз. Оларға мамыр, меруерткүлі, радиола, ақ тұңғиық, пияз тұқымдасының 9 түрі, таспа шөптің 11 түрі жатады. Дала және шөлейт жерлердің игерудің нәтижесінде астық тұқымдастың түрлері азайып барады. Қызыл кітапқа сілеусіннің 3 түрі тіркеледі. Түркістан сілеусіні, сабаншы және қарақал. Қызыл кітап халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабы. Халықаралық дәрежедегі құжат. Қызыл кітапқа сирек кездесетін және де жойылып бара жатқан айрықша қорғауды қажет ететін жануарлар мен өсімдіктер түрі тіркеледі. Жануарларды қорғау мәселесі 20 ғасырдан бастап қолға алынды. 1902 жылы Париж қаласында құстарды қорғау атты конвенциясына қол қойылды. 1948 жылы ЮНЕСКО-ның табиғат қорғау одағының ұйымдастырылды. Табиғат қорғау одағының 1966 жылы 2 том болып шықты. Бірінші томында сүтқоректілер 211 түрі бар. Екінші томында құстар 312 түрі бар. Сәлем достар, біздің еліміз флора мен фаунаға өте бай, бірақ та жануарлар мен өсімдіктер жойылып жатыр. Сол үшін оларды қызыл кітапқа енгізді. Міне қызыл кітап. Мен сіздерге осы парақтарды нені білдіретін екенін айтатын боламын. Қызыл параққа жойылу қаупі төнген түрлері тіркеледі. Ал жасыл параққа қалпына келген түрлер тіркеледі. Ақ параққа сирек кездесетін түрлер тіркеледі. Және де сұр параққа сирек кездесетін, бірақ және де толық зерттелмеген түрлер тіркеледі. Сары параққа осал әлсіз түрлер тіркеледі. Ал қара параққа жануарлар жойылған түрлер тіркеледі. Бүгін қызыл кітапқа енген жануарлармен танысатын боламыз. Бұл жерде Түркістан сілеусіні беріліп тұр. Қазақстанда олардың
үш түрі болады. Солардың сирек кездесетіні Түркістан степсіне. Ал сабаншыға сипаттама беретін болсақ, оның астында 8 жолағы болады. Олар нақты көрініп тұрады. Ал бұл жерде қарақал деген сипаттама берейік оған. Оның құлағында ұзын шашақтары болады және түсі сары түсті болады. Ал қызыл кітапқа енген құстарға келетін болсақ, бұл жерде орақ тұмсық деген құс болады. Оның атауы да ерекше. Оның тұмсығы ораққа ұқсайды, сондықтан атауы да сондай. Құмай бұл қасиетті құстардың бірі, бірақ өкінішке орай өте сирек кездеседі. Бұл жерде тұйғын беріліп тұр. Ол көбінесе өзендегі балықтармен қоректенеді. Түркістан сілемсіні Қазақстанда 3 түрге бөлінеді. Соның ішіндегі ең көп таралғаны Түркістан сілемсіні. Ал сабаншыға сипаттама берейік. Сабаншының астында жолағы бар. Және де қаралақтың 2 құлағы ұзын болып келеді. Және де оның түсі әртүрлі. Ендеше құстарға келейік. Құстарда орақтылақ деген аты затына сай. Сол үшін оны орақтылақ деп атаған. Ендеше құмай деген құс айтамын. Құмай деген ерекше құс. Ол деген сирек кездеседі бірақ та. Және де мен тұйғын деген болса тек қана балық аулайды. Осы адамдардың табиғатқа әсерінен жануарлар мен өсімдіктер қырымға ұшырады. Соның салдарынан ағзаларының көптеген түрлерінен жойылып кетті, шегіне жетті. Мәселен 9-шы жылдың ортасында дейін 40-шы жыл бойы бөкен Қазақстандағы негізгі